Биылғы 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мен наурыз мерекесін қала мұнайшылары үлкен көтеріңкілік жағдайда қарсы алды. Олар өндірілетін өнімдерінің мөлшерін арттырумен бірге өнерге де өрелілігін танытып отырды. Оған газ өңдеу зауытының залында өткізілген беу қыздар сайысын айтуға болады. Онда мұнайшы қыз-келіншектеріміз бүгінгі күннің қабырғаны қайыстырған басты проблемаларын, тіпті қала өміріндегі кейбір кемшіліктерді өткір тіл, күлкілі көріністер арқылы әжуалаған. Сонау Астанада отырған тіл білмейтін шенеуніктерден бастап, ауылдағы атқамінер азаматтарымыздың кейбір кемшіл тұстарын сын садағынан тыс қалдырмапты. Қалайда шындық шырылдап тұр. Санамыз түзелсе, мініміз түзелетіні анық. Әйтеуір, сыннан дұрыс қорытынды шығып, сын айтқандарға қарсы сын садағы қайта атылмағай ағайын. В дискотеку пойти, что ли? Джо! 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 Джо, ты давай, какой пахал моей мамке брал, не надо. Звезды твои не надо, шубы тоже не надо. Свечи давай, я не вещи, кстати, машины, деньги, да, твоя машина. Құрметті халық, Астанадан келген сіздер үшін арнайы құттықтауға келген біздің бүгінгі қонағымыз еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Каракозова Гүлжан ханымды қошеметтеп қол соғып қарсы алайық. Сәлеметсіздер ме, ағайын, қажет қызлар, әжелер мен аналар, бекелер мен бігіштер. Мен сіздерді Даниял Ахметов командасынан, парламенттен, өзім Каракусованың атынан от души құттықтаймын. Бізде парламентте жақында пополнение болды. Сіздің жақтан Зейнулла Алчынбаев и Серик Оспанов келді. Жақсы кеселдер, то есть кешірерсіз. Это қазақша как кек. Да, жақсы кеселер. Дұрыс айттым ба? Рахмет.